Сәлеметсіңдер ме балалар? 8-ші сынып қазақ тілі сабағы. Тақырыбы мамандық таңдау маңызды іс. Оқу мақсаты тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстыру, сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бағалау критерийі тұтас және аралас мәтіндерді салыстырады, айырмашылығын анықтайды, мәтіндердегі ақпаратты қабылдауға қатысты көзқарасын білдіреді. Ой қозғау әдісі. Жүсіпбек Аймауытов. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асырау жол емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Мәтіннің құрылымдық түрлері. Тұтас мәтіндер өзара сабақтасқан сөйлемдерден тұрады, тарау, кіріспе және қорытындыдан тұрады. Көркем әдебиет мәтіндері репортаж, өлең, пьеса, мақала, есеп, техникалық мәтін, заң, ғылыми негіздемелер, нұсқау. Аралас мәтіндер тұтас және дискретті мәтіндердің ерекшеліктерін біріктіреді. Сөз және сөзсіз көрсетілген элементтер арқылы ерекшеленеді. Графика, кесте, диаграмма, жарнама, сканворд, хабарландыру, карта, анкета, құттықтау, комментарий. Төмендегі сөздерді тұтас және тұтас емес мәтіндерге бөліп жазыңыз. Заң, сурет, әңгіме, графика, кесте, мақала, есеп, диаграмма. Тұтас мәтіндер және тұтас емес мәтіндер кестесіне салу. Бірінші тапсырма. Тұтас және тұтас емес мәтіндердегі ақпараттарды салыстырып, сұрақтарға жауап беріңіз. Екі мәтіннің ұқсастығы, екі мәтіннің айырмашылығы неде? Мәтіндердің тақырыбы қандай? Ақпарат кімдер үшін берілген? Сіздің ойыңызша қай мәтінде ақпарат толық берілген? Қай мәтінді түсіну жеңіл? Дескриптор. Тұтас және аралас мәтіндерді салыстырады, ұқсастығы мен айырмашылығын анықтайды, мәтіндердегі ақпаратты қабылдауға қатысты жеке көзқарасын білдіреді. Бірінші мәтін. Бүгінгі күнде кәсіптік білім беру өз бағытын қайта тапқандай. Экономист, мұнайшы, кеденші секілді мамандықты таңдаушылар әлі де кездеседі. Алайда жұмыс орны аз. Сондықтан биылғы жылдың түлектері техникалық мамандықтармен қоса инженер құрылысшы, металлург, дәнекерлеуші сияқты жұмысшы мамандықтарын таңдауда. Алайда мамандар 2-3 жылдан кейін оның да сұранысы төмендейтінін алға тартады. Ал сұранысқа ие медицина мамандығы жылдар өтіп артпаса төмендемейтін көрінеді. Қазақстанда зерттеу жүргізетін мамандар түлектерге сұранысқа ие мамандардың тізімін айтты. Олар IT мамандары, қаржы және есепші мамандары, маркетинг саласы және құрылыс мамандары. Екінші мәтін. Мамандық таңдау факторлары. Отбасы, мұғалім, қабілеті, беделі, сыртқы бейнесінің сырттай ұнауы, экономикалық фактор, тәжірибенің болуы, оқиғаның әсер етуі, досымен бірге, оқудың немесе жұмыстың жақын жерде орналасуы. Ендеше бірінші тапсырма жауабын тексеріп көріңіздер. Екінші тапсырма. Мәтіннен сөздік қорға енген жаңа сөздерді тауып жазыңыз. Осы жаңа сөздердің пайда болуына не әсер еткені туралы ойланып жауап беріңіз. Бүгінгі күнде кәсіптік білім беру өз бағытын қайта тапқандай. Яғни қазір жұмысшы мамандықтар сұранысқа ие. Экономист, мұнайшы, кеденші секілді мамандықты таңдаушылар әлі де кездеседі. Сондықтан биылғы жылдың түлектері техникалық мамандықтармен қоса жұмысшы мамандықтарын таңдауда. Ал сұранысқа ие медицина мамандығы жылдар өтіп артпаса төмендемейтін көрінеді. Сөздік қор, сөздік құрам. Дескриптор мәтіннен жаңа сөздерді анықтап жазады, жаңа сөздердің пайда болуының себептері туралы пікір білдіреді. Білімді бақылау тесті. Тұтас мәтін дегеніміз не, аралас мәтін дегеніміз не, сөздік қордың басты белгілері қандай? Осы тест жұмысының дұрыс нұсқасын белгілейміз. Сабақтың соңы. Өзін-өзі бағалау. Аяқталмаған сөйлем рефлексиясы арқылы кері байланыс береміз. Бүгін мен білдім, мен үшін қызық болды, мен үшін қиын болды, мен тапсырмаларды орындадым.